Чуңгодағы қазақ малшылары атам заманнан бері тау сағалап, су жағалап, көшпенді тұрмыс кешіріп келді. Мемлекетіміз реформа жасап есік ашқаннан кейін малшы қауымның тұрмысында тың өзгерістер бола бастады. Қыс 1980 жылдардың орта шені. Қаржыгер Каухан бас жобалаушы Тянвин Жөнхуа, бас бақылаушы Чжуши Сюсин, Гүлшан Тұрақын Жаңхун, жобалаушы Чан Тайба Юе Әбдіғұпыр Әбдес, бақылаушы Мұқият Рамазанова Жөнхуа, сценарист Айша Тәбәрәқызы Каухан Жол, оператор жетекшісі Терілдер, сурет жетекшісі Мәмет Әбден, монтаж жетекшісі Чан Ифән. Композитор Маңлисы Мейрамбек Ақсай, монтаж Жәлел Әбдес, Чан Ифән. Дыбыс жетекшісі Хуаңжен, Қосанжар дыбыс жетекшісі Хуаңжен. Әреп тұрып атушысы, атқарушы фильмдер Мақсат Қадырхан. Көркемдік жетекші бас фильмдер Каухан. Басы рөлдер Қайрат Қалымова, Маржан Байтөкенқызы. Ерекше ұсыныс етілген актер Әлімжан Тұрсынбек. Режиссер Әділшақ Шақрахман Жолжин. Тез ана жаққа барыңдар, тез! Қар бермей балаларға жақсы қараңдар! Әне бір адам жатыр! Кербай! Саған не болды? Өмір ағысында. Hazır. Söylеш, Hazır. ne oldu? Olmağım kelip barad. Tez. Tez. Attan sürüşü. Çök! Tez! Amaylandan! Aktırın! Tez! Amaylandan! Hani, keyin soğuk. Keyin. Hani. Жылқышы ма, қойшы ма? Suyunşu, çok şeker. Рахмет. Сен кіндік анасың. Баланың атын дөсін ғой. Borandı bunu tuğasın. Atım Borangıl koyayık. Маққоза. Абайла. Айналайын. Жүрейік! Жүрейік!
Ойпырай. Жер үстінен тамара түгой әйтеу. Ие, құмар ағаның ақылының арқасы ғой. Болмаса күніміз қаран еді. Чуй. Cengiz! Cengiz! Kasen kayda! Kasen kayda! Hey! Kasen kayda deyimim! Kadija, sözümü tıldaş. Kadija, Kasem ikimiz bol yolu talay taptağımız. Sen o ayımdan olaman oraladı. Aman orası kaynaşır. Kayda değil mi? Kayda. Önümüzdeyik. İzlemegen çermiş. Tarpayık. 10 dişim oldu. Bәріне мен кінәлімін. Шеше, әкем бармаған күнде де бұған бәрібір басқа бір адам барады. Бұл тосын жағдай ғой. Ей! Не деп білжіріп отырсың? Бұған мұны кісі кінәлі! Ей, балалар, қойыңдар, қойыңдар. Мен ұрмақсың ба? Әтірет бастығы. Ауылды үкімет қарлы бұрын соға тепіп тұрды. Білдім. Тарихта сирек кездесетін қарды боран соғатын сияқты. Балам, әуелі шай ішіп, бойыңды жылтып ал. Рахмет, ақсақал. Басқа ауылдарға хабарлауым керек. Дереу жөнел. Жарайды. Әке, енді қайтеміз. Сөйлештің күні таяқ қалды емес пе? Сендерге қарайламаған болсам, жұртты баяғыда көшіріп әкетуші едім. Бірақ бұл... Жолды қаралып қалса, ешқайда қозғала алмаймыз. Шөп те жоқ. Мұны сақылдаған сары аязда мал аштан қырылмай ма? Бар, үлкендерді шақырып кел. Мақұл. Малшылар назар аударыңыздар. Автономия райондық ауа станциясының шұғылықтыруын тапсырып алдық. Ертеңнен бастап қарлы боран соғады екен. Алдағы бір аптада ауданымыздың ауа температурасы нөлден төмен 35 цельсий градусқа дейін төмендеп, жер күші 6-да 7 балл, тіпті 8 баллға жетіп, ақмылтық боран соғады екен. Назар аударыңыздар. Бұл жолғы қарлы боран бір шама ұзақ уақыт жалғасады. Мұндай жағдай сирек кездеседі. Сондықтан малшы қауымның апаққа
Karlı boran soğuğudan ilgeri borandı kezeğinden ötüp alayık. Üyleriңді жығып көшуге қамдадыңдар. Түйелерді қайтеміз. Жеңіс бұл жағдайдан бейхабар арықтауда жатыр ғой. Расау, Жеңіс бұдан бейхабар ғой. Қасен, сенен басқа ыңғайлы адам болмайды. Болмайды. Басқа біреуді неге жұмсамайсың? Ол барса мен алаңсыз боламын. Көшеміз деп. Бәріміз де қызылтанау болып жатырмыз. Жастардың бірін жұмсасақ болмай ма? Жастар көшті бастап соң жинастырады. Қоныш жалады. Мен Қасенге сеніп отырмын. Жеңіс, менің балам, өзім барайын. Жоқ, ол көптің түйесін бағып жүр ғой. Мен барайын. Біз... Олдай, жөніп отырмайсың ба? Мен барамын. Азат, тез түрі келші. Неге азан-қазан болып кетті? Естіші. Естіші. Ұлым. Әке! Тамақтап кетіпті.
Padişah, kozlarım gülük. Malım canımның sadaqası деген. Mal адамға жан салады ғой деймісің? Balam, manalı da padişah bayın apartı. Meh. Ketdim aka. Para koy. Şu. 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 Ақсақал, Ау. қойларыңыз шөптің тамырында қояр емес. Келер жылы мұнараға шөп шығат дегенге, әйте өз басымыз сенбеймін. Иә. Қазір көшіғон уақ емес. Наурыз өткен соң көктеулікке көшеміз. Мақұл. Қалай, міне кісі өт көріп, наурыз қарсы алып отырмыз. Жаңа бір жыл басталды. Көктем 1990 жылдардың орта шені.
Әрекет. Туып ал. Малымызға мал қосылды. Бұл да бір қуаныш. Иә. Сиырымыз ғой бұзаулады. Бірақ Қадиша апайдың інгенінің күйі өте нашар екен. Қарылғаш шаңыраққа үйе салса, бұл бір жақсылықтың нышаны. Айтасың ғой. Ботасы қалай қатарға қосылар екен. Мұнаған не болған? Әке! Қараңызшы! Ешкі отыр деген осы. Тау ешкіден жұғатын індет. Asıqmanlar, birden salayın. Rannağa bir toğuttan soğuk oldu. Casıl duruz, asıqmayın. Öldürömüz. Ешкі отырың қиын екен. Менің қорамнан да бір талай мал шығын болды емес пе? Қиын болды ғой. Ауру жұқтырған аңдатуға болмай ма? Мұнысын білмейді екенмін. Емдатпасам болды ғой. Ағай, мылтықты тізінде боламыз. Сосын сақшы бөлімшесіне тапсырамыз. Мұнарға қолыңызды қойыңыз. Ақсақал, белгілеме осылай. Ата бабамыздан бері мылтық ұстап келеміз. Бірақ біз адам атып көргеніміз жоқ. Бұны қой білеміз, енді аңатудың өзі заңға қайшы. Солай ақсақал, бұаң бастық дұрыс айтады. Бүркітіңізді ермек үшін ұстай беріңіз. Бірақ аңға салуыңызға болмайды. Бұл да белгілеме. Бұдан бұлай атпасам болды ғой. Алайда, бұл мылтығымды бере алмаймын. Әкемнен қалған мұра. Ақсақал, бізді бүйтіп қинамаңызшы. Осы мылтықтың арқасында жаны қалған атаң саған айтпады ма? Біздің үйдегілер сізге тәні риза. Сіз болмасаңыз, атам баяғыда. Не десеңіз де, біз осы жолы, осы мылтыққа бола келдік. Ақсақал, бұрын өзіңізді әтрет бастығы болғансыз. Елге бастамашы болыңыз. Ақсақал, сіз... Ақсақал, бұл белгілеме. Жақсырақ ойланып көріңіз. Тоғал, қапшыңды алда! Қар
Karaň düşür. Tağı ne bola kaldı? Azıcık anav. Buğununu taydırıpsın. Bunu salıda kıyın. Her şey Brahman tapınışı. Amaldak bırak. Söyleş. Bol dayındalayık. Hani ayağım mıhlapsızda. Bayağı tömen karaytırdı. Sen çoğar, sen tömen. Jarayt, ahırına. Hani küşöp tarttыңдар. Tart. Tartыңдар. Tuzu koyunдар. Qani, жаңа пісқаннан ыстықтай жеп ал. Мылтығыңды былай қойғанда, керек десе бойыңнан жаныңда шығады ғой. Уайымдап қайтесің. Мылтығыңды қимай отырсың ба? Maltığından ayrılgan erkek. Erkek bolamı. Қолыңдағының бәрін сыпырып алған жоқ қой. Жүйрек ат, қыран бүркіт, ұшқыр тазың бар. Mana iki baladım. Kızım kasen öz gözüme göredim olsa. Tövbesi kökke etmedi. Kadişa. Кезінде, келінін босанат деп көштіге шевілдетпегенде, қарлы боранға да ұрынбас едік. Қасен де тірі жүрер еді. Elias! Бері кел. Мә. Әже? Жүр, қайтамыз. Мақұл.
kalsan emesiz be. Esirsin. Çöp bolmagan soň sıyırda su alıp gider eken. Çaylık süt de jok. İyi. Hazır jeylewde adam da köbeydi. Mal da köbeydi. Koy ötken jer ustaramen kırganday taptakır bolup kalady eken. Bala gezinde çöp beli vardan giretin. Hazır çaң çıkıp jatır. Yamartı'nın asuna vardım. Bıyılgı su, mol görünür. Endi köşpeytin bolsak, ötkölü vermeytin siyahtı. Kozlar uzak жүрүшкө шыдамайды. Саулыктында күйүү ширкина эмес. Жайылында шөп болмаса, алыска барып жайсак болду ғой. Üç günden keyin köşemiz. Ескі жұртым, есен бол. Амандықпен оралайық. Үйde neге çıkmagansыңдар? Қалай шығамыз? Ulpan, balam kayşına kes. Абайла. Elias, Ау, mınanı mamagaşka göçüreyim. мақұл. Болады. Kalam, akil. Әсілі, балапандарын шырған соң көшеміз ғой деп ойлаған. Енді көрім болды. Bayan, duman, tez ettinger, köşemiz. Біз кеттік. Тастап кетті демеңдер. Aytor olғанша аман болыңдар.
Ye kulum. Kaşandaşımızsın dayı. Жүрейгет. Көшкен ел бізді күтіп отырған шығар. Ата, сіз де жатыңыз. Әлі ерте ғой. Мына жүгенді майламағалда ұзақ уақыт болған екен. Балам, Ау, ата. мен де қартайдым. Сен енді Атасын күту келінің борышы ғой. Осы шаңырақтан кетпеймін. Десе де, жыл бойы ат үстінде көшіп қонып жүріп, тозып кеттік. тозып дейді. Тозған несі? Көшпесек, малды қайда бағамыз? Қаладағылардың күні рахат екен. Ұлпанның айтуынша, ана Тербай неше жылдан бері терсек сатып, қаладан баспана сатып алыпты. Келіншегі шайхана ашады екен. Баласының оқуына да қолайлы екен. Ата бабамыздан мал баққан адамыз. Біздің орқымыздан саудагер шықпаған. Онда Боранкүлдің күн не болмақ? Ол да мал соңына салпақтай ма? Ата, ертерек демалыңыз. Жаз 2000 жылдардың орта шені. Söylesene. Peygamber'e aman geldiler. Hoş baysaldı olsun. Ayşın. Bırak.
рахмет. Жолдарыңыз болсын, аман барыңыздар. Айсın, Al bırak. Amacılıkla gezge. Sağ ol енді, айтқандарыңыз болсын, амандарыңыздар. Kör. Dur çarp bilek. Üç kilo 100 gram eken. Hani kezek sizdiki. Ha hani. Hani. 3 kilogram. Hay Terbay, böreğinin kalksın desen seni nasıl basadı? Еңбектен бесем жанымды қалай бақам. Ақша тапсам болды ғой. Қане, келіңіз. Özünün ne isteyip жүргеніңді білесің бе? Ренжімеңіз ақсақал. Ақсақал, бер қараңыз. Кәрі қойдың етін ешкім жемейді. Солай шығады. Ал атан серкенің төбетін 5 жыл тарайтын болсаң байыпшыға келмейсің бе? Ақша тапсаң, дұрыс жолмен тап. Ой, ақсақал. Сіз өзі қайдағын айтып тұрсыз ғой. Мен қазір мына жұртты баю жолына бастаймын деп тұрмын, солай ма қалайық? Жарайды, онда өз шаруамызға кірісейік. Бір-бірден келіңіздер. 3 кило 300 грамм, асықпай келіңіздер. 2 кило 300 грамм екен, Қане. Енді сізге кел. Reforma жасап, есік ашқалы еліміздің экономикалық қуаты недәуір артты. Біз енді мал шаруашылық өңірлерінің құрылысын жеделдетіп, әлі де мал шаруашылығымен шұғылданып отырған Тамақ дайын болды. Шаруаңызды сосын істеңіз. тәжік малшыларына Maqıl. бір-бірінің отырақтануға қажет. Бұл малшы қауымның тұрмысын Bugün Borangül de geldi. Biz sarı toynayız. Апай, қызым жоғары мектепке қабылданды. Бейжіңге барақтың бопты ғой, жақсы бопты. Ата, Balam, mana yerді оқымды. Саған ардап жасаттым. Жоғары мектепке аттанасың, Борангүл. Кінді кескір жуған жеріңді. Мына атыңды есіңнен шығарма. Ат үсті әулие деген сөз есіңде болсын. ата, сөзіңізді ұмытпаймын. Рахмет сізге. Ілиясқа кеткен болды ғой. Көзді ашып жұмғанша екеу де есейді. Борангүл мен Ілияс бірін-бір ұнатып қалса жақсы болар еді. Ер көздерінде ғой. Сен екеуінің істе киілік. Қасені қазасына бола. Meni қашанға дейін кінәлайсың, Қадиша?
Azamat emas ekensin. Meneni kaşkalaqtab жүрсің. Жігіт болсаң келер жыл тағы imtihon тапсыр. Мен сені мектепте күтөмін. Men оқымаймын. Шоферлік үйренемін. Болашақтағы көлігім әкемнің жылқысынан да көп болады. Kenis, gelir жылы ата болатын болдың, ha? Тілеуін ішек. Жылқышыны жақсы көресің бе, жоқ әлде қойшыны жақсы көресің бе? Бәрі де ұрпақ қой. Адамдары екі жас, құтты болсын жар-жар. Ауылдаудың кезгесі, құтты болсын жар-жар. Ата-ананың үмітін сақтаңыздар жар-жар. Махаббатты мәңгіде сақтаңыздар жар-жар. Ата-ананың үмітін сақтаңыздар жар-жар. Махаббатты мәңгіде сақтаңыздар жар-жар. Махаббатты мәңгіде сақтаңыздар. Жігерді ұйықтат. Мақұл апа. Байқадың ба? Ілес Бораңғылды ұнататын сияқты. Қыз бала деген ананың қолқа жүрегі ғой. Мен оны қайдан байқамайын. Енді бір айдан соң Бораңғыл оқуға аттанады. Шынымды айтсам қимай тұрмын. Сеше Бораңғыл енді қайтып орала ма? Азат көзі тірісінде. Дала тірлігі жақсы. Бірақ баланың бағын байлауға болмайды деп айтып отыратын. Ақсақал, амансыз ба? Амансың ба, балам? Қайтып келдің бе? Иә. Ақсақал, тапсырған нәрселеріңізді міне ала келдім. Рахмет, рахмет, балам. Ей! Сендер не қылған адамсыңдар? Қазбаңдар! Жоғалыңдар! Жоғал деймін! Қазір Құрчөп пен Ақжүректің қаны жерге тимей тұр. Осы нәрселерді Терібай сатып алады дейді. Жап жақсы жайылымның. Қос қопасын шығарды. Ақшаға қызыққан адам жолдан таяды деген рас екен. Міне, көрген шығарсың. Нағыз түбіт деген осы. Не деген әдемі? Мынаның бағасы қанша? 2000 yen. А? Сонда бір ешкінің түбіті бір жылда қанша ақшаға жарайды? Кемінде 400 yen болады. 400 юан? Ей, түбітті былай қойғанда, әлгі Құрчөп, Ақжүрек, Бұғымүйізі дегендердің бәрін алам. Қанша болса, сонша алам. Мына ешкі төлігінің өне бой түгел асыл ғой. Мұны ауылдағылардың бәрі түсінбейді. Сарнай бермей, жолыңа түс. Жеңіші. Шеше. Табаныңды жалтыра. Жеңіші, сіздің мұныңыз. Шеше. Кет дедім ғой. Ешкі деген сөздің тамырында жайылымды бүздіреді. Мұны өзің де білесің. Ешкі өсіретін адам табылады.
Басқалар байып кетсе, көздерің қызармаса болды. Жоғал көзімнен. Мені қуанадыңыз ғой, Тығын тартсаң майышатын мынандай жерде еш көсірем екен. Думан, бізде еш көсірекші. Төбетін сатса, көп ақша болады екен ғой. Шеше мақұл болмайды. Айна. Еш көсірек десем, оған көнбейсің. Жеңгем шақырса, оған да бармайсың. Сені сірә не білген ойың бар? Айна, шеше естік болады. Болды қойшы. Осы жоқшылық тұрмыстан әттемесі болдым ғой. Болмаса ажырасып кетейік. Адам отыр қастап жүр. Ал сен әлі жаяу жүрсің. Жүзі сассаң, қойың әсте мұң болмайды. Қой баққаннан бір қой, әпте мез болды ма? Қазанда болмаса, қасыққа өкпелеме деген. Біз осы таудан айырыла алмаймыз. Бәлкім тау саған жарасар. Ал мен бар ғой. Айнын аламда ойға көшіп кетем. Ойға дейді. Сонда не істемексің? Қайнағам шекарада серіктестік ашқан. Көмекші керек екен. Сонда барып істеймін. Қойды түгел сатам да. Мен де шекара саудасымен шұғылданбақшымын. Сауда дейді? Ебің бар ма? Аға жеңгеміз бар. Үйрене жүріп істемеймін бе? Онда шешем қайтеді. Шешемнің мал мүлкі сенікі болсын. Болмаса, сен көшіп кел. Не болмаса, шешемді көшіріп ал. Болмайды. Сен үйдің кенжесісің. Қара шаңырақтың иесісің. Сен бүйтіп маған көзімсімей ақ қой. Мұндай ата салдың құрық болсын. Егер мен көшпейтін болсам, Айна ажырасам дейді. Сонда разы боласың ба? Ей, не деп оттап тұрсың? Мені шаруам араласпа. Өз жөніңді жөндеп ал. Құмарау, ақылдан тарығып, өзімді іздеп келдім. Ұлы мен келін ажырасыпты дегенді естіген шөлгенім артық қой. Балаңды алған бетіне қайтара алмайсың. Ажырасуына болмайды. Басқа бір шара табайық. Думан 40-қа келсе де, бос белбеу болды. Қалаға барса, жанын қайтып бағады. Мен жігердей кезімде әкемнің мылтығын ұрлап алып үшін қоян ататынмын. Думан азамат жігіт, жаным бағады. Десе де, Ат айналып қазығын табар деген. Ол қайда барар дейсің? Жүр, асықпай кеңесейік. Yes, мынаны ал. Шеше. айналайын. Шеше. Айыпқа бұйырмаңыз. Балама. Балама. Әке, қайтып келесіздер ме? Келем. Шеше. Мен жүрейін. Денсаулығыңызға көңіл бөліңіз. Мен кеттім.
Ақсақал, бізді іздедіңіз бе? Иә. Ешкі құмалағы сор болады. Жайлымды күйдіреді. Тербай осалдың баласы ғой. Соған ақыл айтсақ па деп еді. Дұрыс. Болды. Енді айта берме. Әпті емес болды. Енді менде жұмыстарың болмасын. Ай! Қойш болды. Тыңдамай. Ай, Керімбай! Ай! Айналайын ағатай-ау. Сізге не қылдым мен? Менің сонда не жазығым бар? Заңға қайшы келген жерім бар ма? Әйтеу сіз менің қырсауымнан қалмай қойдыңыз. Керімбай, мен саған айтып қояйын. Бүгін сөздің басына шығып алайық. Әйтпесе кетпейсің. Балам, ата-анаңнан ерте айырылып, ауылдастардың қамқорлығында ер жеттің. Үкімет пен ауылдастарың қораңа мал салып берді. Осы елдің арқасында басыңа үй тігіп, бауырыңа қазан астың. Енді мына ауылдастарыңа ұят істеме. Ана жылғы қарлы боран есіңде ме? Ауылдан кадрлар құтқармаса, өстіп жер басып жүрер медім? Жақсырақ ойлан, балам. Басқалар не істесе, онда менің жұмысым жоқ. Ал сенің бұндай қадамға баруыңа болмайды. Керімбай. Кетші яры! Саудар мен істемесем де басқалар істейді. Мен істесем неге болмайды екен? Менің де бағатын қатын балам бар. Соларды асырауым керек қой. Маған бәрі бір. Жұрттың маған істеген жақсылығын мен есті ұмытпаймын. Бай бір жұттық деген сөздің мағынасын 20 жылдың алдына түсінген. Күндіз-түні шарқылағым жастыққа тимей, қой соңынан қанша салпақтасам да, сол қойларымды қарлы бораннан аман алып қала алмадым. Сенші, мінгерің тозығы жеткен мотоцикл, соған мәз болып жүрсің бе? Ал сенші, сенде не бар еді? Мынандай көлігің бар ма? Сатып ала аласың ба? Көлік! Көлік!沈阳多云20到29度，天气阴的。
Söylüş. ата, Ерте окunda kел. қайда барасыз ата? Жылқы деген жаны бар. Боранды ығып кетеді. Бірақ ұзақ кетпейді. Ат дертте. Иә. Ата, мен де барамын. Boran malsızga ketетін болды. Жаны бар. Sen de beni tastak etmeksin. Car. Köşemiz. Kaytayık. Köşkünde yolumuz oң bolsun. Kelir жылы ақ бол болsun. Қане. Ay balalar. Sındırın. Көз 2010 жылдардың орта шені. Қазір қай заман? Осы кезде кім қи жағады? Шегер, келе ғой балам. Сонда да ағаш кесуге болмайды. Ағаш болмаса, құста болмайды. Құс болмаса, шегіртке қаптайды. Шегіртке көбейсе, шөп өспейді. Өзің айтшы, шөп өспесе, біз малды қайда бағамыз. Амансыз бата. Amansın be sırağım. Келдің бе? Ay otur otur. Қане. Жылқыларыңды қайттың. Arıqtavға апарып тастадым. Байқаймын, көңілің күпті сияқты ғой. Көңілім құлазый берген соң әңгімелесейін деп келдім.
Енді міне қымызды да сатып ішетін болдық ба? Баяғы жас кезім деп жүрсің бе? Осы қаладағылар да қызық ие. Жердің көркін тамашаламай, сатып алған емес. Қанеки келіңіздер, мұнда сылдың бәрі бар. Қанеки келіңіздер көпшілік, қанеки, бер қарай келіңіздер. Сіздерге таныстырып қояйын. Біздің мұнда бар ғой. Мынадай құрт шөп деген дәр шөп бар, Бұл шөптің дәрілік құны ерекше жоғары. Мұны сіздер қаладан мүлде таба алмайсыздар. Ата, әже. Сіздер мұнда екенсіздер ғой. Атаңды көрдің бе? Атаңа бара қой. Aman ese жүрсіңдер ме шырақтар. Аманбыз. Әжеңе бар. Şimdi kalabilsin toy, tutsal geçirsin bir toy. Ay şırgın ay. Toda düşsün sırga salı bir taşarım ay. Aldı bakana yastığında soldu bu ciddi. Kız bozkala din babanı elini öpüp girmekti. Şimdi kalabilsin toy, tutsal geçirsin bir toy. Ay şırgın ay. Toda düşsün sırga Nasıl bu ciddi? Kız bozkala din babanı elini öpüp girmekti. Сонша уақыттан бері телефонда соқпадың. Ал мен соқсам алмайсың. Күн көрсін, тәуір шығар. Болады еді. Сөп сүйкінді қызың бар екен ғой. Ол бала айнадан туған жоқ. Біз ажырасып кеткенбіз. Онда баланың шешесі неге келмеген? Ол екеуміз де ажырасып кеттік. Сен өзі не деп отырсың? Махаббат. Маған келгенде алдам желес болды ғой. Тағы ажырасып кетіпті. Ол бала кішкентайынан әкесі екеумізді алаңдата беруші еді. Өткенде көз көріп құлақ естімеген істер. Енді өз ауылымыздан табылатын болды ғой. Ваң бастық, чай ішіңіз. Ақсақал, қазір үкімет қаржыландырған отырықтану түйіні де салынып бітті. Суы да электірі де жолы да дайын. Керек десеңіз емхана мен мектепте бар. Ақсақал, тұрмысқа қолайлы болды ғой. Көшкен әрине жақсы ғой, мұны білем. Жайылымды қорғаған дұрыс. Сонда бұған басқа шара табылмады ма? Ең жақсы шара осы болып отыр. Енді бұдан бұлай көші-қон азабынан құтылатын боласыз. Біздің қазақтар көшеден жалықпайды. Егер көшпесемші? Ақсақал, сіздің көңіл күйіңізді түсініп отырмын. Отырықты тұрмысқа көндігу үшін бұған да белгілі бір барыс керек болатыны табиғи ғой. Айтқаныңа болайын.
Күнделікті хабарларды мен де көріп отырмын. Қайтарылған егістік жерге орман отырғызу, жайылымды тынықтыру экологиялық өркениет құрылысындағы басты міндет. Жайлау көркін қалпына келтіру үшін қанша қиындық болса да сөзсіз жеңуіміз керек. Маған бір тілім жер беріп, оған көгені сегіп, сат демексің бе? Ата, біздің жаңа қоныстағы әр отбасында 160 шаршы метрлік қой қора мен 90 шаршы метрлік сиыр қора бар. Әр отбасына тиесілі 100 мудан артық шабындық бар. Мал сатуға бірлеспе кооператив міндетті. Алаңдамаңызшы. Ата. Ата. Жоғары мектеп бітірген сенде, қыста қызметіне төселіпсің. Не дейсің? Соңғы рет көшеміз бе? Иә, бұл ең соңғы көш. Осы жол бөктерге түскен соң тұрақтап қаламыз. Енді ойласам бұл дүниеге менің де қажетім қалмағандай. Олай деме. Біз де қартайдық. Өзгеріс деген қас қаққанша болады екен. Ата! Ата, амансыз ба? Не болды қарағым, асықпай айт. Атыңыз... Атыма не болды? Атыңыз мал болатын емес. Kərlik жетті саған, қарттық жетті маған. Енді өз тұрағымды тап. Маған талай жыл серік болды. Қайт. Бүркітіңе жем бермегеніңе бірнеше күн болды ғой. Ашықтыра берсең жирғып, өз жемін тауып жейді. Бізбен бірге бөктерге барғаннан
Осында қалғаны жақсы. Қыранама. Дем бермей ашықтырды деп. Мені кінәлама. Ата. Ата. Азырақ тамақ ішіңізші. Сіздің нәр татпағаныңызға міне 2 күн болды ғой. Құрдасау, бүркітке де сонша қайғырған бар мекен. Ұзындығын тіл қатпай отырып балалар далаңдаттың ғой. Өйтіп өзіңді қинай бермесен қайтеді, а? Ойлаш өзің, шағиға көшкен деген жақсылық емес бе? Маған салсаң асығып отырмын. Сонша жабығатындай не болды тәйірі?
Ата, сіз іздемеген жерім жоқ. Ертең көшетін болған соң бой жазып келейін деп. Ата, ендігі тұрмысымыз жақсы болады. Алаңдамаңыз. Солай құлым. Ата, Енді жаңа үйге көшеміз. Баян, Ау. ат та кел. Ата, ап төгіліп отырыңыз. Жаңа қонысымызға 3-ақ сағатта жетіп барамыз. Думан, әкеңнің қамшысын алып кел. Аударма қызметкерлері. Аударған Жеңіс Жиынханұлы. Редакторы Жеңіс Қабдешұлы. Аударма меңгерушісі Нұрметжан Кәмілжанұлы. Дыбыс режиссері Гүлдана Қалибекқызы. Дыбыс бергендер: Қайрат Ғалымұлы, Алмира Қамзақызы, Сейілқан Сәкенұлы, Зураш Мырзабекқызы, Әділ Мәңкейұлы, Серғазы Төлеуханұлы, Елжан Ардыханұлы, Бәйтолла Нәбидоллаұлы, Мерей Қапсалұлы, Алтынқан Сайдылқызы, Түйсен Қажиұлы, Сәрсенбек Сейтқазұлы, Берік Сүлейбекұлы, Жігер Нәбиұлы, Нұрсағат Сапарқызы, Гүлзиқан Бәйтікқызы, Гүлдана Қалибекқызы, Изат Сүлейменұлы. Дыбыс меңгерушілері: Ғалымқан Бейсенбайұлы, Алмира Қамзақызы. Дыбыс жазған: Бекзат Тоқанұлы, Айқын Әбдірахманұлы, Сайра Шапиққызы. Кірістірушілер: Мұқият Рамазанұлы, Бекзат Тоқанұлы. Техника меңгерушісі: Асқар Әбдірешит. Фильм қызметкері: Бақыт Бақашқызы. Фильм тексерушілері: Серік Балшатұлы, Жеңіс Шайықұлы, Жеңіс Қабдешұлы. Фильм меңгерушілері: Жеңіс Қабдешұлы, Тұрангүл Әмет. Бақылаушы: Акбар Әбілімит. Бас бақылаушы: Әнуар Мамыт. Шинжаң радио кино телевизия аударма орталығы аударып жасады.
Бұл фильмді Жунго Коммунистік партиясы, Шинжаң Уйғыр автономиялы райондық партком үгіт бөлімі, Шинжаң Уйғыр автономиялы райондық ақпарат баспасөз, радио кино телевизия мекемесі, Тяньшан кино студиясы бірлесіп кескінге түсірді.